Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздің таразыңыз болмаса да, енді сіз де молочная девушка, яғни сүтті құс тортын жасай аласыз. Себебі дәл осы видео рецепті соңына дейін көрсеңіз, сіздер өлшеп алатын, құрамына қосатын қоспалардың барлығын өздеріңіз күнделікті ішіп жүрген шай, кесе және қасық арқылы өлшеп көрсететін боламын. Ал бисмилля, жұмысымызды бастайық. Бізге 600 грамм сгущенка керек болады. Ал сіздерде ешқандай қорқыныш болмай, барынша түсінікті болу үшін мен шай кесенің астында таразыны қосып қойып отырмын. Байқағандарыңыздай, бір шай кесені бетіне шығып толтыратын болсақ, сонда бізде 290-300 грамм болады. Яғни бізге 600 грамм керек болу үшін 2 шай кесені бетіне толтырып қойсаңыз жеткілікті. Енді 4 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Сүтті құс тортын дәмі өте нәзік келеді және құрамына көп қоспа керек емес. Сондықтан алдағы 8 март мерекесіне не сыйларыңызды білмей жатсаңыз, дәл осы видео рецепт арқылы өз қолыңызбен жасап жақындарыңызды қуантсаңыз болады. Ал енді келесі құрғақ ингредиенттерді өлшеп алайық. Ол үшін шай кесемізге ұнды қасықпен өлшеп жатырмын. 2 қасық, 3 қасық, 4 қасық және 5 қасық, бір шай кесеміз толды. Мен 129 грамм шықты. Дәл осылай екінші шай кесемізді толтырып, тағы да салып аламыз. Сонда бізде 250 грамм ұн керек болады. Ұнымыздың үстіне 1,5 шай қасық разрыхлитель салып, құрғақ ингредиенттерді жеке араластырып аламыз. Және де қыздар кез келген тортты жасап жатқанда, яғни пирогты, тортты жасап жатқан кезде тек құрамына қосылатын заттар ғана байланысты емес, оның көтеріліп көтерілмей қалуы, яғни техникаларын да дұрыс қолдану керек. Сол техникалардың бірі, мысалы, сіз ұнды қазір өлшеп алдыңыз, сұйық қоспаңызға қосу керексіз, бірақ өлшеп алғанның барлығын бірден топ етіп салуыңыз дұрыс емес. Себебі сіздің жұмыртқаңыз көпіріп тұрған кезде ұныңызды бірден салсаңыз, оның массасы бірден қою болып, көбігі басылып қалады. Сондықтан өлшеп алған ұныңызды да бірнеше бөлікке жайлап салуыңыз керек. Біз тортымыздың қоспасын іртігі қалмай, біркелкі қалыпқа келгенге дейін жақсылап араластырып дайындап алдық. Енді бұны бірнеше қабаттарға бөліп пісіреміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалың етіп 4-5 қабат етіп пісірсеңіз де болады, немесе жұқа етіп 11-12 қабат шығаруға да болады. Арнайы пищевая бумагамен өзіңізге керекті қалыпты формасын келтіріп аласыз. Мен домалақ 26 дециметрлі қалыпты келтіріп алдым қағазға. Мен әр қабатқа 4 қасықтан бөліп салып, тегістеп жайып алдым. Және де алдын ала қыздырылып тұрған 180 градустық пеште торттарымызды пісіріп аламыз 10-15 минут аралығында. Пісіп болған коржықтарыңызды пешіңіздің осындай сеткасына суытқандарыңыз ыңғайлы, себебі тәтті болғандықтан беті ыстықтай жабысып қалуы мүмкін. Барлығы 8 дана коржық шықты. Барлығының шетін бірдей көлемге домалақ етіп кесіп аламыз. Ал енді коржығымыздың, тортымыздың арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін қантты осылай қасықпен өлшеп алдым. Енді тортымыздың арасындағы коржықтарды жинауға арналған кремімізді дайындайық. Ол үшін 5 ас қасық қант, яғни 100 грамм қант және 33% сливкиді өлшеп аламыз. Біз тек кремді арасына ғана пайдаланатын болсақ, бізге 600 грамм сливки жеткілікті. Ал егер сіз сол сливкимен сыртында бірге қаптайтын болсаңыз, 700-800 грамм сливки өлшеп аласыз. Мен мына жерде тек арасына ғана пайдаланамын, сондықтан 600 ғана сливки керек болады. Яғни кесемен шаққанда 2,5 шай кесе. Сливкиді крем сияқты қою формасына, қалпына келгенге дейін жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ыдыстың жиегіне шашыраған бөліктерінде лопатканың көмегімен дәл осылай жинап алып, тағы да бір миксерлегендеріңіз дұрыс. Себебі ол жақтағы миксер тиген жоқ, тек бірінші араласқанда шашырап қалған бөліктер сұйық болады. Сондықтан тағы да жақсылап лопатканың көмегімен тазалап араластырып алғаныңыз жақсы. Ал енді тортымызды жинайық.
Тортты жинағанда осындай арнайы кольцо ыңғайлы, бірақ егер сізде болмаса уайымдамаңыз. Жинап жатқан кезінде арнайы асханалық таяқшалар, шпажкаларды құлап кетпес үшін тығып қойсаңыз болады, құрастырып болғаннан кейін. Қожықтың арасына да қосатын кремімізді шамамен бірдей етіп көз мөлшермен бөліп алыңыз. Мен 3 ас қасық салып отырдым. Тортымыздың барлық бөліктерін құрастырып болғаннан кейін бетін жауып тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Бес 6 сағат тоңазытқышта тұрып, формасын шешкенде осылай құламай өз формасын алып тұру керек. Ал енді тортымыздың сыртын қаптауға дайындалайық. Ол үшін бізге 82% сары май керек болады. 100 грамын өлшеп аламыз. Шамамен 6-7 сары май бөліктері және 4 ас қасық қант. Өлшеп алған сары май және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сары майымыз бөлме температурасында жұмсақ болып, алдын ала тоңазытқыдан шығып дайын болу керек. Енді творожный сыр саламыз. Мендегі дүкеннің творожный сыры. Егер де бұл қымбат шығып кетті десеңіздер, творожный сырды қолдан жасауға да болады. Оның сілтемесін қазір жоғарыда қалдырып қоямын. Торттың кремін қаптайтын креміміз дайын болды. Арнайы мешокқа салып, өзіңізге ыңғайлы түрде осылай торттың сыртын қаптап шығасыз. Видеода көріп тұрғаныңыз торттың сыртын қаптап жатқан зат болмаса, балаңыздың линейкасымен дәл осылай тегістеп жасай аласыз. Назарыңызға рахмет.